ғарышқа саяхат тарауында не ауыр, не жеңіл жайлы мәліметтер берілген. Оқу мақсаттарына көшейік. Түрлі дерексөздерден қажетті ақпараттарды табу, өңдеу және тұжырым жасау, және себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. Пікірің салмақсыздық дегенді балалар сендер қалай түсінесіңдер? Өз пікірлеріңді айтыңдар. Сендер мына пікірлерге сенесіңдер ме? Менің салмағым жоқ. Су тамшылары жерге емес, жоғары қарай ұшып төбеге жабысып қалады. Қалпағым басымнан ұшып кете береді. Бұл жағдайлар қандай кезде болады? Өз ойларыңды тұжырымдап, жинақтап, дәптерге жазуларыңды сұранамын. Сауатты, қатесіз жазамыз. Балалар, кейінгі тапсырмамызға назар аударамыз. Суретке мұқият көңіл бөліңдер. Адам қалай осындай күйге түседі? Өз жауабыңды дәптеріңе жаз. Келесі біздің оқулықпен жұмысымызға тоқталатын болсақ, ғарыштағы салмақсыздық жайлы оқып, түсініп білеміз. Бұл мәтінді бізге Юрий Гагариннің ғарышқа сапарға шыққан кезіндегі болған жағдайы, басынан өткен жағдайы жайлы жазылған. Бұл мәтіннен салмақсыздық дегеніміздің не екенін және ғарышта жердің қалай көрінетіндігімен қоса, ғарышта адам қандай күйде болатындығын білуге болады. Ғарыш кемесінде қалықтап ұшып жүріп, жұмыс жүргізуге және тамақтануға болатындығы жайлы, ондағы заттардың қойған жайда тұрмай қалықтап ұшатындығы жайлы мәлімет аламыз. Бұл мәтінді қазақ тіліне аударған Шәріпов және Ыдырысов ағаларымыз. Балалар, мәтінді мұқият, көңіл бөліп оқимыз. Кейінгі тапсырмамыз түсіндірме сөздік. Бұл мәтінде Циолковский деген сөз кездескен. Демек, Циолковский деген кім? Бұл кісінің аты жөні Константин Эдуардович Циолковский. Бұл ғарышты игерудің негізін салушы ғалым болған екен. Екінші сөзіміз жердегілер. Бұл жерде ұшуды басқару жердегілер деген сөз ұшуды басқару орталығы деген сөзді білдіреді. Кейінгі тапсырмамыз ізден, сұра, зертте. Бұл жерде автордың салмақсыздық жағдайы мен жерді сипаттауынан теңеу, эпитет сөздерді тауып, дәптерімізге жазамыз. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Мәтінде сен үшін не қызық, не қиын, не қажет болды? Өз ойларыңды дәптерлеріңе жазыңдар. Келесі тапсырмамыз үйге тапсырма. Ғарыштағы салмақсыздық тақырыбы бойынша түсінік айту. Екінші тапсырма оқулықтағы сурет бойынша өз ойларыңды жазу. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.